Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сәбізден өте оңай, жылдам дайындалатын морковча, морковь по-корейски атты салат әзірлейміз. Бұл тәбетті ашатын салаттардың бірі. Видеоның соңына дейін қараңыздар. 700 грамм сәбізді үкіштен ұзын шақтау қылып өткіземіз. Bir шай қасық тұз қосамыз. 1 шай қасық қант. Сәбізімізді қатты күш салмай осылай араластырамыз. Міне сәбізіміз осылай босауы керек. 1 шай қасық сірке суын қосамыз, яғни уксус. Тағы да жақсылап араластырамыз. Ыдысымыздың бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Сәбізіміз шамалы маринадталу үшін. Сарымсақтың 4 тішесін осындай майда үкіштен өткіземіз, немесе арнайы чеснокодавкадан өткізе болады. Кішірек бір пиязды майдалап тураймыз. Isып тұрған табамызға 60 грамм өсімдік майын құямыз. Сосын пиязды салып қуырамыз. Пиязымыз қуырылып жатқан кезде сәбізімізге дәмдеуіштерді қосамыз. Дүкенде сатылатын для моркови по-корейски атты дәмдеуіштің бір пакетигін қосамыз. Жарты ас қасық кориандр. 3-тен 1 бөлік ас қасық паприка қосамыз. Және үкіштен өткізілген сарымсақты қосамыз. Мінекей пиязымыз осылай күйіп, қуырылуы қажет. Енді ысып тұрған майымызды дәмдеуіштердің үстінен құямыз. Пияздарды қоспаймыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Достар, мен YouTube каналымда көптеген ыстық тағамдардың, торт, пирог, салаттардың видео рецептері жүктелген. YouTube каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып, все дегенді таңдауды ұмытпаңыздар. Сәбізді араластырып болғаннан кейін тұзын дәмін көреміз. Егер қажет болса, тағы да басқа да дәмдеуіштерді қосса болады. Енді ақ желкенді осылай қолмен үзіп қосамыз. Салатымызды тағы да араластырамыз. Мінекей достар, біздің морковь по-корейски атты салатымыз дайын болды. Достар, егер сіздерге видео рецепт ұнаса, каналым дамуы үшін өз үлестеріңізді қосуларыңызды өтінемін. Ол үшін видеоның астында поделиться деген кнопканы басып, басқа да әлеуметтік желіде достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыздар.